Сәлеметсіңдер ме жеңімпаз балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 94-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз балалар. Бүгін біз пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы жайлы өтетін боламыз. Бірінші, сурет бойынша ақиқат пікірлер құр. Ақиқат пікір яғни шын мәнінде болып жатқан суреттегі нәрсені айтуымыз керек. Яғни бірінші суретте үтік өртенді, плитадан өрт шықты. Үшінші суретте от өшірілмей қалды. Ал төртінші суретте шырша шамдарынан өрт шықты деп айтсақ болады. Болмаса өздеріңнің, яғни суреттен не көріп тұрсыңдар, тура соны сипаттап жазсаңдар, ол ақиқат пікірге жататын болады. Екіншісі пікірлерді оқып олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықта дейді. Өрт кезінде 101-ге хабарлас дейді. Бұл ақиқат пікір болады. Өрт кезінде үйде жасырыну керек. Бұл жалған пікір, яғни керісінше үйден шығуға тырысу керек. Өрт тілсіз жау, бұл ақиқат пікір. Өртті өрт сөндірушілер сөндіреді, бұл да ақиқат пікір. Өрт сөндіргіш құралды қол жетпейтін жерде сақтау керек. Бұл жалған пікір, себебі өрт сөндіргіш құрал қол жетпейтін жерде тұрса, онда біз өртті сөндіре алмаймыз. Үшінші есеп жалған пікірлерді оқы дейді. Кез келген төртбұрыштың үш төбесі бар. Бұл жалған, төртбұрыш деп айтып тұр, өзі 4-6 төбесі бар болады. Тонна ұзындық өлшем бірлігі. Бұл жалған пікір. Тоннаның өлшем бірлігі бұл массаның, яғни салмақтың өлшем бірлігі болады. 45 пен 10 сандарының қосындысы 54-ке тең. Бұл да жалған пікір. Екеуінің қосындысы 55-ке тең болады. Әрбір пікірді екендігі жалған сөзмен аяқталатын жаңа пікірмен алмастыр. Қандай пікірлер пайда болды, қандай қорытынды жасауға болады. Кез келген төртбұрыштың үш төбесі бар, екендігі жалған. Сонда екендігі жалған деген сөзді қосқанда, бұл ақиқат пікірге айналады. Тонна ұзындық өлшем бірлігі, екендігі жалған. Бұл да ақиқат пікір. 45 пен 10 сандарының қосындысы 54-ке тең, екендігі жалған. Ақиқат пікірлер шықты. Төртінші есеп жоққа шығар ойыны. Екендігі жалған сөзімен аяқталатын пікірлер құр. Дельфин орманда өмір сүреді. Әтеш ұша алады, әлия балмұздақты ұнатпайды, 4-2-ге бөлінбейді, тауықтың 4 аяғы бар, театрда адамдар спортпен айналысады, мысық тышқанды ауламайды. Енді екендігі жалған сөзмен аяқтап пікірлерді құрайық. Дельфин орманда өмір сүретіні жалған, әтеш ұша алатыны жалған, әлия балмұздақты ұнатпайтыны жалған, 4-2-ге бөлінбейтіні жалған, тауықтың 4 аяғы бар екендігі жалған, театрда адамдар спортпен айналысатыны жалған, мысық тышқанды ауламайтыны жалған. Бұл жерде яғни екендігі жалған деген сөзімен аяқтап жазғанымыз үшін кейбір жалған деректер ақиқатқа, ал ақиқат деректер жалғанға айналып тұр. Мысалы, мысық тышқанды ауламайды деген дерек жалған болса, мысық тышқанды ауламайтыны жалған деген ақиқатқа айналады. Бесінші есеп ақиқат пікірлерді тап. Егер пікір жалған болса, жоққа шығар дейді. 12 саны 2 таңбалы және де жұп сан. Бұл ақиқат болады, 2 таңбалы және жұп сан болып тұр. 27 саны 9-ға бөлінеді және 30-дан үлкен. 27 30-дан үлкен емес, 9-ға бөлінгенмен, сондықтан жалған ақпарат болады. 80 мен 15-дің айырмасы 80 мен 25-дің айырмасынан кем. Бұл жерде де жалған ақпарат. 36 мен 14 сандарының қосындысы 40-қа тең, жалған ақпарат болады. 14 пен 25-дің 3 таңбалы сандар деген жалған ақпарат, бұлар 2 таңбалы сан болады. 19 және 18 сандарының қосындысы 37-ге тең, бұл ақиқат ақпарат. Кез келген тік төртбұрыш шаршы бола алады, бұл жалған ақпарат. Ал жоққа шығарылған жалған пікірлерді нақты ақиқат жауабы астында жазылған.
яғни 27 саны 9-ға бөлінеді және 30-дан үлкен емес. 36 мен 14 сандарының қосындысы 40-қа тең емес. 80 мен 15-тің айырмасы 80 мен 25-тің айырмасынан кем емес. 14 және 25 үш таңбалы сандар емес. Кез келген тіктөртбұрыш шаршы бола алатындығы жалған. Алтыншы есеп: әр есепке лайықты сызбамен теңдеу таңда. Қала мен ауылдың ара қашықтығы 210 км. Студент қаладан ауылға бару үшін алдымен 50 км/сағат жылдамдықпен жүретін автобусқа отырды. Қалған 60 км жолды ол жол жөнекей кездескен машинамен жүрді. Студент автобуспен қанша сағат жүрді? Бізде яғни жалпы жол берілген, ара қашықтығы, одан кейін бізде S1 яғни 60 км қалған жол берілген. Бірінші автобустың жылдамдығы 50 км/сағат берілген. Бізге уақытын табу керек. Енді қанша уақытта жеткен, ол үшін теңдеу ретінде 50 көбейтілген x қосылған 60-тен 210 деп аламыз. 50 көбейтілген x-тен 210 алынған 60-ты теңдіктің екінші бетіне өткізгенде минусқа азаяды. 50 көбейтілген x-тен мәні 150-ге тең болады. Сонда x-тің мәні 150 бөлінген 50 тең 3 сағатқа тең болады екен. Нұсқасы: қала мен ауылдың ара қашықтығы 210 км. Студент қаладан ауылға бару үшін 50 км/сағат жылдамдықпен жүретін автобуспен 3 сағат жүрді. Қалған жолды жол жөнекей кездескен машинамен жүрді. Студент машинамен қандай ара қашықтықта жүріп өтті? Бұл жерде керісінше тәсіл болады, яғни 50 көбейтілген 3 қосылған x тең 210. Яғни жаңағы жерде бізде уақыт белгісіз болса, бұл жерде жол белгісіз. Форманы жай ғана түрлендіре саламыз, яғни теңдеудің орнын ауыстырамыз. Сонда бізде 50 көбейтілген 3 қосылған x тең 210-ға тең болады. 150 қосылған x тең 210, x тең 210 алынған 150, x тең 60 км-ге тең болады. Жай ғана есептесеңдер, яғни 3 сағатта 50 км/сағатпен 150 км жүреді. Ар жағында қалған жол жаңағы студенттің машинамен, яғни жүрген жолы болады. 60 км, солай да таба салуға болады. Келесі есеп: жеті табиғат зерттеушілеріне көбінесе әртүрлі есептерді жиі шығаруға тура келеді. Оларға көмектес. Есептерді шығар, өрнектерді жаз. Инелік қанатын секундына 1600 рет қағады, ал 1 минутта қанатын неше рет қағады? Соны 3 сағатта 27 км жерді ұшып өтеді. Оның жылдамдығы қандай? Лашын 60 км жылдамдықпен ұшады, ал ол олжасын аулаған кезде оның жылдамдығы 5 есе артады. Лашынның олжасын аулау кезіндегі жылдамдығы қандай дейді. Бірінші инеліктің қанатын секундына 1600 рет қаққан болса, 1 минутта, яғни біз 1600-ді 60-ға көбейтеміз. 1 минутта 60 секунд бар, сонда минутына 96 мың рет қағады екен. Екінші жағдайда 3 сағатта 27 км жерді ұшып өтсе, оның жылдамдығы қандай дейді. Бұл жерде жай ғана 27-ні 3-ке бөлеміз, сонда сағатына 9 км/сағат жылдамдықпен соны ұшады екен. Үшінші жағдайда, яғни 60 км жылдамдықпен ұшады, ал олжасын аулағанда 5 есе артады десек, яғни 5 есе артса, 60-ты 5-ке көбейтеміз, сонда 300 км/сағатына ұшады екен лашын олжасын аулау кезінде. Келесі есеп 8. Есептеп дұрыстығын тексер дейді. Бізде астында яғни мәндері көрсетілген. Яғни осы есептерде дұрыс есептеген жағдайда бізде 8602-ні 17-ге бөлгенде 506, 84420-ны 14-ке бөлгенде 6030, 8925-ті 85-ке бөлгенде 105 саны, ал төртіншісінде 40580, бесіншісінде 21060, алтыншысында 30930, жетіншісінде 39080, сегізіншісінде 20660, тоғызыншысында 10490-ға тең болады екен дұрысы. Келесі есеп: ойлан және жауап бер. Шыншыл үнемі тек шындықты, дұрысын айтатын адам. Өтірікші үнемі жалған өтірік сөйлейді дейді. Егер өтірікші мен шыншылдың әмиянында монеталар бар,
олардың не айтқанын оқы және әрқайсының әмиянын тап дейді. Шыншыл менің әмиянымда барлығы 5 монета бар. Өтірікші менің әмиянымдағы қанша ақша 100 теңгеден кем емес. Бұл жерде шыншылдың әмияны оң жақтағы әмиян болады. Себебі 5 монетадан тұр. Екіншісі де 5 монетадан тұр, бірақ ол жерде теңге 100 теңгеден кем. Ал бізге өтірікші 100 теңгеден кем емес деп айтты. Сондықтан оның айтқан жалған деп есептесек, онда өтірікшінің әмияны бірінші тұрған әмиян болады екен балалар. 10-шы есеп әр пікірдің ақиқаттығын немесе жалғандығын анықта. Алдымен ақиқат пікірлерді жаз, содан кейін екендігі жалған сөзінің көмегімен жалған пікірлерді ақиқатқа айналдыр дейді. Оларды жаз дейді. Яғни бізде бірінші пікір, яғни қаңтар айында 32 күн бар, бұл жалған. Бір айда 30-31 күнмен аяқталады. Қайын жалпақ жапырақты ағаш, ақиқат, ара жәндік, ақиқат, 99 ең үлкен 2 таңбалы сан, ақиқат, 260 пен 70-тің қосындысы 230-ға 320-ға тең, жалған, кит балық, жалған, 320 саны 60-тан 2 есе артық, ақиқат, бүгін күн жарқырап тұр, ақиқат. Енді ақиқат пікірлерді қайын жалпақ жапырақты ағаш. Яғни ақиқат пікірлерді бірінші жазып аламыз. Енді жалған пікірлерді ақиқатқа айналдырамыз. Қаңтар айында 32 күн бар екендігі жалған. 260 пен 70-тің қосындысы 320-ға тең емес. Кит балық екендігі жалған. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет балалар. Сабақта 5 алуларыңа тілектеспін. Комментарий, лайк күтем сендерден.